Филипп есептер жинағынан номер 65-ші есеп шығарамыз. Бұл бізде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтірілетін теңдеу болып табылады. Енді 4х қосылған 2y минус 1-ді z айнымалысына теңестіріп алайық. Осы жерден y-ті табатын болсақ, бізде y тең болады. Z бөлінген 2 азайту 2x қосылған 2-ден 1 болады екен. Енді осы жерден y' табатын болсақ, y' тең болады. Z' бөлінген 2 азайту 2 болады екен. Енді апарып, осы алмастыруды теңдеуімізге апарып қояйық. Сол кезде Z' бөлінген 2 азайту 2 бізде тең болады түбір астында z-ға. Енді теңдіктің сол жағына тек z' қалдырсақ, z' тең болады 2 түбір асты z қосылған 4-ге. Енді осы жерден айнымалыларын ажырата берсек болады. dz тең болады 2 түбір асты z бөлінген 2 түбір асты z қосылған 4 тең болады dx-ға. Енді осы жерден алмастыру енгізу керек. Осы өрнегімізге түбір асты z-ті түбір астындағы z-ті бір t айнымалысы деп алайық. Осы жерден біз z-ті табатын болсақ, 1 бөлінген 2 түбір астындағы z dz тең болады dt-ға. Осы жерден dz-ті табатын болсақ, 2 түбір астындағы z dt. Ал бізде түбір астындағы z ол t-ға тең 2t dt болады екен сонда. Енді апарып осы алмастыруларымызды осы теңдеуімізге апарып қояйық. Бізде dz-тіміз 2t dt. 2t dt. Және бөлінген 2t плюс 4. Тең болады dx-ға. 2-ге қысқартып жіберейік. Сол кезде бізде t dt бөлінген t плюс 2 тең dx болады. Енді мына өрнегімізге тағы да түрлендіру жасау керек. t-ға 2-ні қосып, 2-ні азайтайын. Және бөлейін t плюс 2-ге көбейту dt тең dx. Мүшелеп бөлсем, бізде қалады 1 азайту 2 бөлінген t плюс 2 dt тең болады dx-ға. Осы жерден екі жағын интегралдасақ, бізде қалады t азайту 2 ln t плюс 2 тең x плюс с-ға. Бізде t дегеніміз түбір асты z еді. Оны келіп қояйық. Түбір асты z азайту 2 ln түбір асты z қосылған 2 тең болады x қосылған с-ға. Енді түбір z-тімізді мынау есептің басындағы 4x қосылған 2y минус 1-ді z орнына апарып қоямыз. Сол кезде түбір астында 4x қосылған 2y минус 1 азайту 2 ln түбір астында 4x қосылған 2y минус 1 қосылған 2 тең болады x қосылған с-ға. Бұл бізде осы есебіміздің жауабы болып табылады. Видео пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар болады.